Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менде бүгін мына бір гүлдерді сатып алғанмын. Соны пересадка жасаймын. Мынау аглонема деген гүл, міне. Кішкентай ғана, менің қолым былай, мынау кішкентай ғана. Осы тұрысын өзі 3000 теңге тұрады. Қымбат жүретін гүлдер. Мынау антуриум, мужское счастье дейміз ғой. Менде алған кезімде оранжевый болып гүлдеген, қазір уже гүлі түсіп жатыр. Бұны алғаныма уже бір айдан асты. Әлі топырағын ауыстырмай жүрмін. Бір жарты айдай болды. Топырағын ауыстырмасам, міне жапырағы қурап, жапырағы түсіп жатыр уже. Соны қазір топырағын ашып, топырағын ауыстырамыз бәрін. Сосын тағы мынандай отырғызатын гүлдерім бар. Мына бір гүл білмеймін аты қалай екен, сіңілім әкеп берген. Бұны да бірге отырғызам. Сосын мынандай сансевьера дейді. Бұны даладан тауып алдым. Творда басқа подъезді қарасам, үлкен болып жатыр. Үлкейіп кеткен ғой, видимо, керек адамдар алсын деп тастап қойған, наверное. Соны суға сап қойған, міне. Бір тамыр шықты. Мына жақта міне тамыр шығарып келе жатыр. Осыларды қазір отырғызамын бәрін бірге. Бірінші аглонеманың тамырын ашып көрейік. Осындай горшокта сатылады бұлар. Өте қымбат жүретін гүлдер. 3000 деп тұр. Мен бұны скидкаменен 2400 теңгеден алдым. Кішкене тамырын босаттым. Местный деген бұны южный местный деді. Тамыры. Тамыры жақсы екен, тамыры таза міне. Мынандай кішкене құраған нелерін алып тастаймыз. Тамыры өте жақсы міне. Енді мына мужское счастьеміздің тамырын ашайық. Бұл гүлді мен 2 август күні алғанмын. Қызымның туған күніне өзіме подарка болып алған ғой. Қараңыздар, бұнда тамыры өте жақсы. Бірақ тамырларын кішкене ажыратып босатамыз. Инстаграмда Шардара цветы деген аккаунт бар. Шымкенттің кенжесі Шардараның. Сол кісі жаңа осы гүл алып сатумен айналысады. Күніге историясында осылай антуриум, жаңа аглонема дегендерді қалай топырағын ауыстыру керек, соның бәрін айтып түсіндіріп отырады. Күнде қараймыз соны, күнде. Өте қол жеңіл бір гүлдері күшті енді. Аглонема неше түрін сатады ғой, сол кісіден көріп қызығып алған ғой мен аглонеманы. Тамырлармен ажыратып аламыз, өте қысылып тұр. Тамырын ажыраттым. Өте қатты тығыз өріліп кеткен ғой бір-бірімен. Мұнша тамырлары сынды міне. Енді ештеңе етпейді. Енді мынау егер бөлінсе, бөліп ексек болады. Бірақ мынау бір-біріне андай қылып тығыздалып кеткенде мыналар бөлуге қорқып тұрмын. Біз бөлуге көрем тырысып. Негізі ләж болса бөлмей еккен дұрыс негізі. Сонда стресс алмайды. Мына біреусі бөлінді мінеки. Сосын мынандай қураған нелерін түбінен тазалап тастаймыз. Тамыр шығаруға олар мешать етеді. Мына даже 2 бөлінді. Мынандай көріңіздер, мына қурап кеткен араларында. Осы қурағандарын бәрін тазалап тастаймыз. Тамырларын ажыратып бөліп алдым. Арасындағы мынандай қураған шірген терін алып тастадым. Ары қарай бөлінбей қойды. Бөлсем сындырып аламын. Бір 3 түбі бөлінді. Осыларды қазір бөлек егеміз. Енді өзімде
бар осы антурим, бірақ қандай свет екенін білмеймін. Сіңілімнің енесі берген бұны, содан сұрап алғанмын. Маған келгелі бұған бір жылдай болды ғой деймін келгеніне. Келгелі мынау 2 жапырақ берді болды. Содан бері тұр. Өспейді, соны бұны да тамырын ашып көрейін дегем. Неге бұл тоқтап қалды деп. Тамыр шіріп жатыр ма деп өспейді да, өйткені 2 жапырақ берді, сол бойы тоқтап қалды. Топырағы дұрыс емес пе екен? Мына тамыры, бір шірік тамыр шықты. Бір тамырлар шірген екен ақырындап. Соны топырағы дұрыс емес, видимо. Қазір енді бұны жақсылап тазалап, бұны да топырағын ауыстырамын. Кішкене сол тамыр шірей бастапты. Өте влажный. Гүлді осы 2 күн бұрын суғарған гүлдерін бәрін. Гүлдердің тамырын ашарда 1 күн бұрын суғарып алу керек. Өйткені шөлдеп тұрған гүлдің тамырын ашсақ, ол қатты стресс алады екен да, жаңағына. Шардара цветы деген есімі Раиса ма, Рая ма, сонда керек. Сол кенжек жағы күніге көрем деймін ғой, солыдан көріп естіп алғаным ғой. Сол шөлдеп тұрған гүлдің тамырын ашсақ, ол қатты стресс алады дейді. Ал суға қанып тұрған гүлді ашса, ол аса стресс ала бермейді дейді. Тазалап алдық. Қазір енді осының бәрін топырағын дайындап егеміз. Аглонеманың топырағын дайындаймыз. Мынау кәдімгі топырақ, теравита. Мынау вермикулит, мынау перлит, мынау древесный уголь, кәдімгі ағаштың угілі. Соның бәрін қосып араластырамыз. Вермикулит деген разрыхлитель дейді, топырақты разрыхлять етіп. Өте рыхлый болу керек топырақ. Енді оны мынандай прозрачный стаканға отырғызамын. Өйткені тамыры өте кішкентай. Бұлай астына осылай ұстап тұрамыз. Осылай сілкіп отырғызамыз міне. Енді мен осы топыраққа мына гүлді де отырғыза салам. Бұны да осындай прозрачный неге отырғызам, өйткені тамыр жоқ бұда әлі. Тамыр жоқ болғаннан кейін осыған отырғызам. Тамыр шығады осыдан. Прозрачный стаканның жақсы жері сыртынан бақылауға болады да. Тамыр шығып жатыр ма, қалай болып жатқаны, соны бақылауға жақсы. Қатты нығыздамаймыз осылай. Су құйған кезде мына шетінен ақырындап былай құямыз. Асты тесік емес. Сол себептен суды шамалап құямыз. Қазір еще күн суып қалды. Суды көп құюға болмайды гүлдерге. Тамырын шіртіп жібереді. Ал енді антуриумның топырағын дайындаймыз. Бұнда міне дайындап қойғым. Вермикулит деген мынандай неде болады. Бүкіл цветочный магазиндерде сатады. Перлит деген мынандай міне. Акроперлит дейді. Ақ затымыз. Вермикулит мынау. Бұғанда кәдімгі топырақ, теравита, перлит, вермикулит, древесный уголь, кәдімгі көмір емес, ағаштың көмірі. И мынау ағаштың сосна дейді, соснаның карасы. Антуриумға сондай орхидея сияқты бұнда
топырағы кішкене не болу керек, воздушный болу керек та, арасына ауа кіріп тұру керек дейді. Араластырып алдық. Енді мынандай қанша литр, бірде 2 литрлік кашпо екен мынау. Тамырын өлшейміз. Астына дренаж салдым. Мынау гүлді еккен кезде мына шетінде кішкене ғана бос орын қалу керек дейді. Гүлдің тамыры қалай қысылып өссе, солай андай жақсы өседі екен да. Арасына кішкене топырақ тастаймыз. И гүлді былай ұстап тұрып, шетінен топырақ сала береміз. Арасына тамырлардың арасының бәріне топырақ тұру керек. Біз ойбай гүл өседі деп үлкен горшокқа отырғызамыз, ол дұрыс емес екен. Одан гүл өспейді, мына тамырына күш берем дейді да, содан өспейді екен гүл. Ал қаншалықты қысылып өссе, соншалықты жақсы өседі екен. Сыртында мынандай кашпосы бар. Ал енді мыналарды мен мынандай кішкентай воздушныйларға отырғызамын. Мыналар екен еще. Астына древесный деппін ғой, керамзит салдым. Астына кішкене топырақ. Міне мына алдыңғы горшогы, өзімнің үйдегі гүлімнің горшогы мынандай болған. Міне мына горшог үлкен, мына кішірек горшокқа отырғызып жатырмын. Горшогы да үлкен болды ғой деймін бұны. Тиспе айырып. Гүл егіп жатырмын, қызым. Ал енді мынау үш кішкентайын мынандай стақанға, жаңа мынау аглонемаларды отырғызған топыраққа егем. Өйткені бұлардың тамыры әлі кішкентай, әлден қалғанша осыларға егіп қоямын. Достар, бәрін егіп болдым. Енді азыздан су құямыз. Су кәдімгі отстойный су. Кәдімгі краннан алдын ала құйып қоямын. Суды көп құймаймыз. Шамалы құямыз.
мінекей достар, осымен бүгінгі тіршілігім бітті менің осыменен. Бұларды енді бәрін жарық жерге, жылы жерге қоямыз. Мыналар как реанимашкалар деп есептеледі енді, кішкентай. Сол жарық жерге, жылы жерге қойып, ары қарай өсіреміз. Енді баршаңызға назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар. Рахмет баршаңызға. Сау саламатта болыңыздар.